кішкентай достар. Бүгінгі ұлттық ойын алаңы Хантал апайға қош келдіңіздер. Бүгінгі тартысуға қатысу үшін бізде екі топ келіп тұр. Ой оза топтармен таныс болсақ. Қыран тобы алға, биіктерге сарға, жарыстардан қалма. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, тұлпар тобы алға. Олай болса, бүгінгі сайысымызды бастамас бұрын бүгінгі сайысымыздың ережесімен және қауіпсіздік шараларымен таныстырып көмектесу үшін бізге Нұралидің ата-анасы және Қуанышбектің ата-анасы көмекке келіп тұр. Бүгінгі біздің топтар мықты дайындықпен келген сияқты. Ендеше ойынды бастаймыз ба? Олай болса, бүгінгі біздің бірінші сайысымыз садақ ату, яғни ол еркіндікті, нәзікті тәрбиелейді. Олай болса, бүгінгі бірінші сайысымыз садақ атуымызды бастасақ. Балам, садақ ату баланың денесін түзетуге және көзін көруіне ықпал етеді. Сайысымыздың екінші турын бастамаш. Мен сіздерге жұмбақ жасырғым келеді. Жұмбақ шешуге дайынбыз ба? Балалар, жерден оңай көтеріп алам, бірақ алысқа лақтыра алмаймын. Менің қолымда не зат балалар? Қараш балалар, жерден оңай көтерем, иә? Бірақ ұрсам лақтыра алмаймын. Білесің не бар, не екен ол? Ол не болды? Мамақ екен, иә? Қазақ халқының ұлттық ойындары көбі табиғи заттарға негізделген екен. Біздерге алысқа лақтыру ойын ойнау үшін құм керек және дорба керек. Ал балалар, біздің келесі сайысымыз тұмақ құру деп аталады. Ол үшін бізге көзімізді байлайтын жіп керек және арнайы кремше керек. Ойынның ережесі бойынша көзімізді байлап, арнайы жіппен домалап, арнайы кремшемен домалап өтеміз. Сосын таяқты тауып, мына тамақты ұрып құлатуымыз керек. Түсінікті ма? Асық ойыны балалардың миы мүшелерін шыңдап, оларды ұстамдылыққа, дәлдікке тәрбиелейді екен. Бұл ойынның ережесі шеңбердің ішіне 11 асық тігіледі, оның бір асығының ортасында 10 болып тігіледі. Егер асық атушылар 10 ұпайға тисе 5 ұпай, ал қалған асықтарға тиетін болса 1 ұпайдан ие болады. Міне, бүгінгі тартысуында да өз мәресіне жетті. Ал енді балалар, ұпай сандарын есептейік. Сіздердің кезелерінде неше асықтан болды екен? Бәрін санайық. Өте жақсы балалар. Бүгінгі сайысымызда достық жеңді.